Санның стандарт түрі. Кез келген санды стандарт түрде жазатын болсақ, ол а көбейту 10-ның n дәрежесі түрінде жазылуы керек. Бұл жерде а дегеніміз 10-нан кішкентай сан және 1 немесе одан үлкен сан. Яғни а осы аралықта болуы керек. Ал n дегеніміз n бүтін сан болу керек. Яғни ол 10 сан теріс санда бола алады. -5, -1, 1, 2, 3, 4. Мына мысалдарға назар аударайық оқушылар. Берілген сандарды стандарт түрде жазуымыз керек. Біріншісі 500. 500 дегеніміз 5 көбейту 100. 5 көбейту 100 бұл 10-ның квадраты. Міне бұл жерде а-ның орнында 5 тұр. Яғни 5 1 мен 10-ның аралығында. Және 10-ның квадраты 10-ның n дәрежесінің орнында тұр. Келесі санымыз 0,100 мыңнан 13. Алдымен ең соңындағы 13 деген санды жазамыз. Көбейту 10-ның үтірден кейін қанша цифра болса, есепте 1, 2, 3, 4, 5. 5 цифра тұр. Демек 10-ның -5 дәрежесі болады. Соңғы тапсырмамыз бұл санның стандарт түрі емес. Өйткені мына жерде 0,10-нан 4 деген бұл бізде бірден кішкентай сан. Мына аралыққа кірмейді. Сондықтан біз 0,10-нан 4-ті 4 көбейту 10-ның -1 дәрежесі деп жазып алсақ болады. Көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Енді мына екеуін ықшамдауға болады. Арасында көбейту негіздері бірдей. Демек 4 көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Мына стандарт түрде осылай жазылады. Ал енді санның стандарт түріне амалдар қолданамыз. Яғни бір-біріне қосамыз, азайтамыз, көбейтеміз, бөлеміз. Қараңыздар, мына мысалда азайту амалы тұр. Бірақ біз бірден азайта алмаймыз. Азайту үшін мына 10-ның 8 дәрежесі және 10-ның 7 дәрежесіндегі мына дәрежелерін бірдей санға келтіріп алуымыз керек. Ол үшін 10-ның 8 дәрежесін біз жазамыз. 10-ның 1 дәрежесі көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Содан кейін барып 10-ның 1 дәрежесін 3-ке көбейтейік. Сонда 30 көбейту 10-ның 7 дәрежесі, азайту 9 көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Енді 30-дан 9-ды азайтамыз 21 және 10-ның 7 дәрежесінің біреуін жазсақ жетеді. Міне азайту осылай азайтамыз. Бұл жерде 21 деген стандарт түрі емес. Сондықтан стандарт түрге келтіретін болсақ, бұл 2,10-нан 1 көбейту 10-ның 8 дәрежесі болады. Құрметті оқушылар, қосқан кезде де дәл осылай қосамыз. Келесі, бөлу амалы. Бөлген кезде дәрежелерін бірдей санға келтіру керек емес. 1-ден 54-ті 6-ға бөлеміз. 9 болады. Және 10-ның -3 дәрежесін бөлеміз 10-ның 5 дәрежесіне. Негіздері бірдей. Ортада бөлу амалы болғандықтан -3-тен азайтамыз 5-ті. 9 көбейту 10-ның -8 дәрежесі. Назарларыңызға рахмет. Каналды қолдау үшін тіркеліп достарыңызбен бөлісіңіздер. Құрметті оқушылар, сау саламат болыңыздар.